Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақстан тарихы 7-ші сынып 4-ші тоқсан 3-ші сабақты өтетін мен тарих және қоғамтану пәндерінің оқытушысы Махабаева Деметкен Хабдулиновна, Түркістан облысы Тәжібаев атындағы жалпы орта мектебі. Балалар, мына суретке зейінімізді салып мұқият қарайықшы. Қазақтың кең даласында күмбірлете, асқақтата орындалған мына күйді бізге жеткізіп тұрған не нәрсе? Бүгінгі сабағымыз осы тақырыппен тікелей байланысты. Сабақтың тақырыбы 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Сабақтың мақсаты ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшеліктерін сипаттау, бағалау критерийлері ұлттық музыкалық аспаптардың ерекшеліктерін талдайды. 19 ғасырдағы ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшеліктері мен пайда болу тарихын нақтылайды. Зерттеу сұрағы: неге 19 ғасыр қазақ халқының музыка өнерінің гүлденген дәуірі деп саналады? Балалар, енді бүгінгі тақырыптың мағынасын жан-жақты ашып білуіміз үшін зерттеу жұмысын бірге жүргізейік. Одан кейін берілген тапсырманы орындау кезінде талдау жұмысын жүзеге асырамыз. Негізгі ұғымдарды біліп алайық. Қазақтың ұлттық аспаптары әртүрлі музыкалық және музыкалық емес дыбыстарды шығаруға арналған аспаптар. Қазақтың ұлттық аспаптары бұл тарихи мұра ғана емес, сонымен бірге халықтың рухани даму деңгейінің, рухани байлығының, эстетикалық талғамының деңгейі, ғаламның музыкасын қайта жаңғырту қабілеті мен таланты. Қазақтың ұлттық аспаптары ерлер мен әйелдерге арналып бөлінбеген. Қазақтар данышпан, тапқыр адамдар. Олар өз құралдарын даладағы кез келген материалдан, қамыстан, ағаштан, теріден, саздан, сүйектен, мүйізден және тұяқтан жасаған. Дерек көзге, мына сілтемеге ерекше назар аударып отырайық. Егер тағы да толығырақ білгілеріңіз келсе, сілтемені ашып оқуларыңызға болады. Музыка әлемі адамзат мәдениетінің байлығы ішіндегі мұхиттай шексіз ғажайып дүние. Музыкада адамның асқақ асыл ойлары, арман мақсаты, ізгі тілектері, әртүрлі сезім иірімдері бейнеленеді. Музыка мәдениетінің өткеніне ой жүгіртіп, әр алуан тарихи деректерге жүгінсек, халық өнерінің қоры шексіз де, музыкалық аспаптардың түрі де алуан көп екен. Өткен ғасырлар үніне құлақ түрсек, біздің ата-бабаларымыз тастан, ағаштан, өсімдіктен, малдың терісінен, сүйегінен, мүйізден, ішектен, қылдан, тағы басқа алуан түрлі заттардан дыбыс шығаруға болатынын аңғарып, қарапайым музыкалық аспаптар жасап алған. Аспаптарды ойнау тәсіліне қарай мынандай түрге бөлген: үрлемелі, ұрмалы, сілкімелі, ысқышты, ішекті, шертпелі, тілшекті. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп ақын жырлағандай, халқымыздың ғасырлар бойы жинақталған ұлттық құндылығы мен дүниетанымын дәл суреттеп беретін қоңыр үнді домбыра екені даусыз. Қазақ халқының музыка мәдениетінің даму тарихы өзгеше. Музыка аспаптарының әртүрлілігі де соның айғағы болып табылады. Уақыт шаңына көміліп ұмыт қалған қазақтың көне аспаптарында ойнау тәсілдерін қайта өрбітіп, қалпына келтіру, әуезшілік шығармалардың мазмұнын жаңа көркемдік сатыға көтеріп қоймай, ұлттық мәдениетімізді байытып, оған дәстүрлік тұрпат беретіні сөзсіз. Балалар, ендігі мына суреттерге ерекше мән беріп, мұқият тыңдайық. Алдымызда орындайтын тапсырма осы мәліметтерге тікелей қатысты. Домбыра
қазақ халқының өте ерте және қазақ даласына кеңінен таралған нағыз табиғи ұлттық музыкалық аспабы. Аспап әртүрлі үлгіде тұтас ағаштан ойып жасалады. Оның үш ішекті, қос шақты, кең шанақты, шіңкілдек, балақай домбыра деген түрлері бар. Дулыға үш ішекті домбыра қазақтың көне музыкалық аспабы. Аспапта ойнау тәсілі шертерге ұқсас. Аспаптан шыққан қоңырын құлаққа өте жағымды естіледі. Адырна қазақ халқының көп ішекті шертпелі көне саз аспабы. Көне заманда бұл аспапты аңшылар ұстаған. Зерттеушілердің айтуы бойынша адырна аспабының көне түрі садаққа ұқсайды. Ішектері шуда жіптен не болмаса тарамыстан тағылады. Дабыл ертедегі ұрмалы саз аспабы. Дауысы зор болғандықтан дабылды ертеде жаугершілікте ел шетіне жау келгенін хабарлауға, жауға аттанар алдында жасақ жинауға қолданылған. Дауылпаз ұрып ойналатын музыкалық көне аспаптың бірі. Әсіресе бұрынғы кезде жаугершілікте дабыл қағып белгі беру үшін пайдаланған. Аспап тұтас ағаштан ойылып жасалған, бет шанағы терімен қапталған. Даңғыра қазақтың көне ұрмалы сылдырмақты, қатты дыбысты музыкалық аспабы. Даңғыра шамандық әдет ғұрыптың басты белгісі. Тоқылдақ үні ерекше, жаңғырып шығатын, соғып ойналатын аспап. Аспап тұтас ағаштан ойылып, жоғары жағы доғалдау пішінді болады. Бұл аспап бір көлемді ғана емес, пайдалану мақсатына қарай әртүрлі көлемде пішінін сақтай отырып жасалады екен. Тұяқтас қазақ тұрмыс салтында ежелден бері бар музыкалық аспап. Қыз ұзату кезінде 3-4 күн қалғанда қоштасу әнін айта бастайды. Әуенін тұяқтаспен сүйемелдеп отырады екен. Жаңа сойылған жылқының тұяғын кесіп алып, суға қайнатып, тұяқтың ішкі сүйегін босатып, сыртқы қабығын бөліктейді. Оның ішін жақсылап тазартып күнге кептіріп, осы аспапты жасаған. Асатаяқ күмбез шамандық рәсім кезінде қолданылған соқпалы аспап. Асатаяқтың басында күмбезге ұқсаған жарты ай орналасқан. Сүйір төбесі мен төменгі жағында құбылмалы әуен дыбысын шығарып тұратын сылдырмақ ілінген. Асатаяқ қазақ халқының ежелгі музыкалық аспабы. Ертеде асатаяқты абыздар мен бақсылар пайдаланған. Бетіне әртүрлі салдыр-гүлдір шулы дыбыс беретін темір салпыншақтар, сақиналар тағып қойған. Сақпан өзіндік үнімен ерекшеленетін сілкінелі қазақтың көне музыкалық аспаптарының бірі. Диқан бағбандар егістікке қонған құстарды үркіткенде, ал шопан бақташылар мал қайырған кезде қолданған. Сондай-ақ сақпан аспабы арқылы ән жырды сүйемелдеп отыр. Қоңырау қазақ халқының ертеден келе жатқан музыкалық аспабы. Ертеде қоңырау аспабын ұлттық салт дәстүр мен діни ғұрыптық рәсімдерде жиі қолданған. Бақсылар мен абыздар арасында кеңінен тараған. Шың дауыл дауылпаздың бір түрі болғандықтан соқпалы музыкалық аспап. Жезден жасалып шанағының бір жағы көнмен қапталған. Оның астыңғы жағында түрлі түсті жіптен тоқылған бау өткізетін шығыршығы бар. Металдан жасалған шанағы ой өрнекпен безендіріледі. Шыңдауылдың өзіне тән дыбыс күші, бояуы бар. Зырылдақ шамандық салт жоралық кезінде бақсының қолданатын атрибуттарының бірі. Ағаштан жасалған тілі бар тұтқаны сағат тілімен айналдырсаңыз, ызыңдаған дыбыс шығады. Шатырлақ ертеде сұңқармен аңға шыққанда үйректі үркіту үшін шулы аспап ретінде қолданған. Шаңқобыз ежелден келе жатқан қазақтың музыкалық аспабы. Шаңқобызды ерінге қойып тіске тіреп ойнайды. Аспап тартушы тілінің қимылы арқылы әртүрлі дыбыстар шығарады. Сыбызғы үрмелі аспаптар арасында сыбызғы халық үшін ең сүйікті аспап болып табылады. Ол халықтық музыкалық өнердің ажырамас бөлігіне айналды. Аспапта көбіне бақташылар мал бағып жүрген кезде жалғыздықты жеңу үшін ойнаған. Желбуаз
Қазақ халқының көне үрмелі аспаптарының бірі. Ертеректе желбуазды бақсылар мен емші балгерлер қолданған. Аспап иленген ешкі терісінен жасалған. Қамыс тілі мен тесіктері бар аспапқа дыбыс шығаратын екі сырнай түтікше бекітілген. Саз сырнай сопақша келген, үлкендігі қаздың жұмыртқасындай саздан жасалатын үрмелі аспап. Сазды елеген соң оны бір келкі пішінге келтіріп кептіріп күйдіреді. Кейін дыбыс ойығы салынып, сыртқы жағын оюмен өрнектейді. Қылқобыз ерте заманнан келе жатқан қазақтың екі шекті ысқышпен ойналатын музыкалық аспабының бірі. Қылқобызды ағаштан шауып немесе құрап жасайды. Ежелгі ыспалы сазген аспабы Қорқыт туралы аңызда айтылады. Оны шертіп ысып ойнауға болады. Сазгеннің үні тыңдаушыларды арбайды деседі. Нарқобыз ыспалы аспаптардың ішіндегі ішегі тарамыстан жуан етіп жасалатын музыкалық аспап. Нарқобыз жер жүзіндегі қыл ішекті музыкалық аспаптардың ішіндегі ең көне түрі. Уақыт өте келе нарқобызды еуропалық нұсқада ішектерін сымнан жасалынған аспаптар бас қобыз, виолончель ретінде қолданылып жүр. Ал қазір нарқобыз қолданыстан бірте-бірте ығыстырылып шығарыла бастады. Үскірік қазақ халқының ертеден келе жатқан үрмелі музыкалық аспабы. Бұл аспаптың үні қаһарлы қыс мезгіліндегі ызғарлы желдің дыбысына ұқсағандықтан, оны ел арасында үскірік деп атап кеткен. Бұғышақ көне саз аспабы. Маралдың немесе бұғының мүйізін үңгіп, үрлейтін жағындағы ұшына дыбыс шығаратын тілше салынып жасалады. Ұзындығы 28-30 сантиметр. Ал енді балалар, бүгінгі негізгі мәліметтермен танысып шықтық. Енді тапсырманы орындаймыз. Эссе. Жұмыс дәптеріне жазамыз. 19 ғасырдағы ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшеліктері мен пайда болу тарихы. Эссе критерийлері. 19 ғасырдағы ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшелігін, дыбыс бояуына қарай бөлінуін анықтаңыз. 19 ғасырда ұлттық музыкалық аспаптардың тарихын сипаттаңыз. 19 ғасыр қазақ халқының музыка өнерінің гүлденген дәуір деп саналатынына бір дәлел келтіріңіз. Қорытынды ой. Кері байланыс беруге ұмытпайық. Ал енді балалар, келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.